сары өте дәмді қауын. Таңертең каникул уақытында балаларыңызды ұйқыдан ояту үшін осындай сюрприз жасасаңыздар болады екен. Аналарға күнде арбуз жейтінбіз, бүгін қауын кесіп қояйын дедім. Негізі жеміс жидекті жаздың күні негізі барлық уақытта ет, ауыр тамақтардан гөрі осы жеміс жидекті көбірек жеген жақсы екен. Ал ауыр тамақтарды жей берсеңіз, оны асқазан қорытуы қиын болады да, мидың жұмыс істеуі де содан нашарлайды екен. Сол үшін мейлінше барынша жеміс жидек жеу керек. Жаздың күні ғой, енді бұл қауын, әсіресе арбуз бен қауын да жазда жейміз. Сол үшін тоқтатпай мүмкіндігінше күнде қауын, арбуз жеп отыру керек. Ол ағзамызды шлактан